міндетті түрде дамып тұру керек, жетіліп тұру керек. Өйткені даму болмаса, адам өзін дамытпаса, жетілмесе, басқа адам жетіледі. Кісінің айтқаны бар жаңа. Жить стало тяжело дейді. Почему десе вокруг люди деп айтады енді. Үлкен терең философия ғой. Неге өмір сүру қиын тап кетті? Өйткені айналада конкуренция көп, адамдар көп дейді. Вокруг люди. Мен дамымасам, олар дамып жатыр да. Сол себепті адам жетілу керек. Жетілмеген адам не істейді? Ол қызғаныш дертіне ұрынады. Ол біреуді қызғанады, жетіліп жатқан адамды. Біреуге дұшпан болады. Ал өзін жетілген адам өз өмірімен оңай өмір сүруді үйренеді. Сол себепті осы жетілу мәселесін қолға алу керек. Жетілу мәселесінде мен мына бір принцип айта кетейін, бір ғана нәрсені. Бұл жаңағы мысалға Құран кәрімде ең алғашқы аят мысалға Иқра бисми раббикаллази халақ. Қараңызшы, пайғамбарымызға Хира үңгірінде түскен ең алғашқы аят өзіңіз ойлаңыз. Алла тағаланың жер бетіне түсірген, әлемнің тағдырын өзгерту үшін түсірген ең бірінші аят Иқра бисми раббикаллази халақ. Жаратқан Раббыңның атымен оқы деп тұр да, көрдіңіз бе? Оқы деген кезде бұл жерде тек Құранды ғана емес, бұл жерде бүкіл нәрсені адам өзін оқу керек, адам әлемді оқу керек, адам Құранды оқу керек, адам өзіне пайдалы дүниені оқу керек. Яғни бұл жерде біз нені түсінеміз? Бұл оқу процесі адам өмірінде жүзеге аспаса, адам өзінен дамуды күтпей қойсын. Күнделікті аз-аздан болса да оқу мәселесі жүзеге аспаса, өйткені пайғамбарымыз айтады ғой, Алла тағалаға күнделікті жалғасын тапқан іс аз болса да, жалғасын тауып отқан іс ұнайды дейді. Сол себепті бұл иқра, Алла тағаланың бізге түсірген принципін иқра, және жаратқан Раббыңның атымен оқы деп отыр да. Яғни бүкіл нәрсең жаңа жүректің мақсатына сай болсын деп отыр да Алла тағала. Менің разылығым үшін болсын деп отыр. Сол себепті біреуді алдау үшін білім алма, біреуді жәбірлеу үшін білім алма деп отыр, зұлымдық жасау үшін білім алма. Алла разылығы үшін, әлемде бейбітшілік орнату үшін, өзіңді дамыт, адамдарға пайдаң тисін деп отыр да. Сол себепті жаңа осы Алла тағаланың осы иқра, оқы деген нәрсесі адам өзін жетілдіру мәселесінде принцип жүзеге аспаса, адамның жағдайы қиын, адам деградация болады. Сол себепті оқу керек. Оқу мәселесін, осы принципті біз орынға қою керек. Мұсылман әлеміне қарасаң, бізде осы проблема. Осы проблема бізде дамытпай жатқан. Сол себепті осы мәселеге көңіл бөлген. Бұл нәрсе біздің санамызда болу керек. Алла тағала бірінші аят иқра, оқы деді. Болды, оқу керек. Қандай кітап? Құранды оқыңыз. Өзіңізге пайдалы кітап оқыңыз. Қай саланың маманысыз, сол саладан қосымша университеттен қосымша сіз 10-15 кітап сол салаға қатысты оқуыңыз керек. Сол кезде адамда не істейді, даму болады. Одан кейін бұл оқудың білім, жалпы енді білім мәселесі ғой, бұл білімнің құралы, бұл жаңағы не? Іс-әрекет, амал. Бұл іс-әрекеттің ішіне бәрі кіреді. Жоспарыңыз кіреді, сіздің әдеттеріңіз кіреді, әдеттер қалыптастыру, ұйқы, тамақ, өмір сүру салтын өзгерту. Өмір сүру салтын өзгерту деген кезде бұл жерде мысалға бір адам жұмыс басты да, ешқандай демалыс жоқ ода. Жаңа жұмысына берілген, тек офиспен екі ортада жүреді. Немесе жаңағыдай бір адам казинода жүр, мешіт деген атмосфераны білмейді, ол мүлде мешітке келіп көрмеген. Тек оның несі жаңағы казинода түні бойы отырады, түскі сағат 2-3-де тұрады, немесе 12-де тұрады, сөйтіп жаңағы достарымен қайтадан казиноға келеді. Оның көріп жүрген атмосфера сол, өмір салтын өзгертіп көргендіктен бірте-бірте ол оны жейді. Түсіндіреді ме? Сол себепті өмір салтын өзгертіп тұру керек. Мешіт деген атмосфера бар екен, медеуге барыңыз. Басқа жақсы салауатты өмір салтын өзгерту үшін сондай нәрселермен адам не істеу керек? Өзінің өмір салтын өзгертіп, тамақ, ұйқы, жоспар, әдет мәселесінде іс-әрекеттің ішіне бәрі кіріп кетеді. Осы мәселені не істеу керек? Реттеу керек.